Не делаем, просто мы кеспей один. Мына именно осы сквер, басқа скверлер қанша жасап жатыр, еш жерде ондай талап жоқ. Біреулер болады, иә. Бұның біреуіне де Бір тиген жоқ. Тиген жоқ бізде ешқайсысы. Тек астары бұндай жолы. талды өсіреміз дегенше қанша уақыт керек? Жоқ, мына әдемілер жаңағы престольный решетка. Мына жерде скамейка бір нәрсе бар ма еді? Бар. Бұл жерде кереге деген скамейкалар тұрады. Ана арқасы бар. Былайынан тұрған. Арқасы бар. Ол булгалар анаған тұрады. Иә. Құдай қаласа есін арғын болады. Аты жөнім Қожаев Сұлуқожа Ізімұлы, Әлихан Ойл компаниясының бас директоры. Анчак Мәметов көшесіндегі шағын ғана 30 сотық жерге, бос жатқан жерге Қожаевтар әулетінен, жанұясынан, және де Әлихан Ойл деген компания өзінің құрылыс компанияның атынан осы жерге халыққа деген, елге деген, осы Ақтөбенің қонақтарына деген сквер салып жатырық. Демеушілік есебінде ертеңгі күнде енді бұл балаларымызға, үлкен кісілерге демалыс болады, осы тұрған халықтарға. Қала әкімі Азамат Бауыржанұлы, менен де басқа бірнеше мына мен сияқты кәсіпкерлерді ұсыныс айтқасын, енді ол кісінің сөзін жерге тастамау керек, қалаға көмек жасап жатырық бүгінгі таңда. Енді бастағанымызға бір айдың шамасы осы жерде 1000 квадраттың бойында бір участка, 900 квадрат автостоянка, заманымызға сәйкес орындықтар, люстралар, светильниктер салынады. Тал гүл егіледі, 2500 газон егіледі, 17 метрден осы жерден өзіміз скважина шығардық. Суын шығарып, не көріп отырсыздар, трубаларын салып, поливной. Сонымен қатар осы жерде отбасы деген ескерткіш болады. Енді бұны келісім бойынша бір жылдың шамасында біз енді өзіміз қараймыз, бірақ негізгі осы отырған тұрғындарға тапсырамыз деп ойлаймын. Осыны бастарының алдында осы жерде келудің үстінде тұрғын бар. Әрқайсысымен сөйлесіп, келісім алып, осындай демалыс орнына ешқандай қарсылық білдірген жоқ. Бірақ келешекте солардың да көмегі керек. Қарап тұруға, басқа адамдар бүлдірмеуге, сындырмауға. Бірақ менің көзім жетіп тұр, осы жердің халқы ауызбіршілігі мол, жақсы болады деп ойлаймын. Рахмет.